Қайырлы күн оқушылар, ата-аналар, 4 сыныптың 42 сабағымен жалғастырамыз. Ең алдымен алғашқы тапсырмаға көңіл бөлсек, мінекей 2 мәтін берілген екен, осы мәтіндерді оқып шығу керек. Қай мәтінде болатын оқиға хабарланып тұрғанын, ал қайсында автор өз туралы баяндап тұрғанын анықтау керек. Енді бұл түсінікті деп ойлаймын. Бірінші мәтінде болатын оқиға туралы хабарланып тұр. Хабарлама, яғни хабарландыру, бұның барлығы осы жанрға жатады. Ал екіншісі, бала өзі ойланады, оқушы ойланып тұр, өзінің ойын айтып тұр. Оның барлығы әрине екінші мәтінде көрсетілген. Енді 47 тапсырма оқы дейді. Хабарламада не айтылған? 30 қарашада Ақмола облысына қарасты Балғарағай демалыс орнында ел тарихында тұңғыш рет халықаралық қансонар өтті. Бұл енді қысқаша хабарлама. Қай күні өткендігі, яғни 30 қарашада қай жерде орналасқаны, қай жерде өткендігі жөнінде Ақмола облысына қарасты Балғарағай демалыс орнында және не өткендігі айтылған. Қансонар жарысы, яғни қансонар дегеніміз бұл қар жауғаннан кейін, аппақ болып жерге қар түскеннен кейінгі екінші таңда аңға шығу, бұл қансонар деп аталады екен. Осындай хабарландырудан бұрын бұл оқиғадан кейінгі хабарлама беріліп тұр. Жалғастырамыз. Мына жерде көп нүктенің орнына керекті сөздерді қою керек. Енді өздеріңіз қалай қойғыларыңыз келеді, солай қойсаңыздар болады. Мен сіздерге кеше 70-ші мектеп қазақ тілінен олимпиада және Айгүл мен Қайрат қатысты деген осындай мысалдарды келтірдім. Бірақ бұл сөздерді басқа сөздермен де кеше емес, бір ай бұрын немесе бір апта бұрын, өткен аптада деп немесе демалыс күндері, жұма күні деген сияқты сөздермен алмастырсаңыздар болады. Мектептің де нөмірін өзгертсеңіздер болады. Пәннің атында өзгертсеңіздер болады, өз еріктеріңіз. Келесі тапсырма. Бір тақырыпқа жазылған хабарлама мен ақпараттық мақаланы оқы дейді. Ақпараттық мақала мен екеуінің айырмашылығы неде? Енді хабарлама жаңа жоғарыда айттық, өте қысқа болады хабарлама. Хабарламада тек қана не өтті, қашан өтті, қай жерде өтті, оның тақырыбы қандай және көп болса оған кімдер қатысты деген осындай қысқа сұрақтарға жауап беріледі. Ал ақпараттық мақала деген бұл кәдімгі мақала деп айтсақ болады. Оған осы фактілер, осы ақпарат енеді, бірақ ол көркемделіп беріледі. Оған автордың өзінің көзқарасы берілуі мүмкін. Оған сол жердегі бір шаралардың атауы берілуі мүмкін. Оған жазып отқан автордың тамсануы, оған қызығып қарауы, немесе оны сынауы, оның кез келген бір көзқарасы, ойы осы фактілерге қатысты, өткен шараға қатысты осы мақалада беріледі деген айырмашылығы осындай. Енді соңғы тапсырма, бұл өте оңай. Берілген мәтін бойынша сіздерге мақала жазу керек. Қысқа етіп сіздерге осындай мақаланы ұсынып отырмын. Оқып шықсаңыздар болады. 4 сыныптың алтын сақа ертегісіне арналған тамаша қойылымы жөнінде. Бұл мақаланы сіздер өзгертіп жазсаңыздар болады. Бұл тек қана сіздерге ой салу үшін бір үлгі ретінде беріліп отырған ақпарат. Сондықтан әрине өз ойларыңызбен басқаша етіп түрлендіріп өзгертіп жазсаңыздар болады. Балалар, осымен сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше аман есен болыңыздар деймін. Және комментарий болса, міндетті түрде өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады.